кеш. Бұл кісіні көрмегенде арманда, көргенде арманда. Қалай бауырым? Ассалаумағалейкум, жақсы. Жақсыңдар ма? Жақсы. Аллаға шүкір. Махаббат майданының ардагері. Махаббат майданы. Не істеп жатсың өзің? Неге жоқсың деген емес, жүрмін күнде. Үйренетін ой бар ма жалпы? Да, үйренетін ой бар ғой. Енді қайда енді, айтшы. Сен сияқты соғыс алмай жатырық қой. Соғыссай сен кішкене күрессейсің. Күресе алмай жатырық. Құлайсың, тұрасың. Енді мен ұнату туралы айтсам әлі ерте сияқты кішкене. Өзім де айттым ғой, бірінші ашылып сөйлесе алайын. Әлі ашыла алмай жатырмын деген сияқты Шерханға. Сол үшін бұл туралы әлі ерте сұрақ қойған. Негізі жалпы енді осындай сұрақтар көп болып жатыр. Өзім бір баласын баяғы әйелім бақытты қылмаған, сені қарқ қылады дейсің ба деген сияқты. Енді мен өзім алдыңғы бір эфирларымды көрсеңіздер де бір айта кеткен болатынмын. Енді біреудің баласына басқа біреу туған әкесі сияқты бола алмайды. Ол факт. Қанша мысалы мынандай нәрсе дұрыс емес, туған әкесіндей болсын деп кейбір адамдар солай айтады. Ол нәрсе дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі ол қамқорлығын көрсетер, мейірімділігін көрсетер, бірақ одан артық туған әкесі сияқты бола алмайды. Бірақ сол қамқорлығын, мейірімділігін көрсетіп жатса, оның өзі жеткілікті деп ойлаймын. Және де мына жерде бір балаларымды асырай алмай отырып, бір балаларымды асырайтын адам іздеп отқан жоқпын мен. Мені сыйлайды, мені жақсы көреді, ең бірінші орында вот